Ұлттық өнер ұрпаққа аманат облыс орталығында батыр аналар бас қосқан жәрмеңке өтті. Сырдың шебер аналар атты атауымен өткізілген игі шарада ұлттық нақышта тоқылған түрлі әсем бұйымдар көрмеге қойылып, қала тұрғындарының назарына ұсынылды. Қолөнер бұйымдары жәрмеңкесіне аймағымыздың әр ауданнан және қаладан барлығы 30-ға жуық сырбойлық кәсіпкер ана қатысты. Солардың бірі Шамшырақ Сейілова. Айдынды Арал ауданынан 460 шақырымды артқа тастап, көрмеге өз туындысын әкелген 54 жастағы қолөнерші ұлттық өнерді ұлықтап жүргеніне бірнеше жылдың жүзі болған екен. Яғни анасынан үйренген өнерді жетілдіріп, оны табыс көзіне айналдыру үшін Алматы қаласындағы технология институтына оқуға түсіп, кейін елге оралған соң тігін фабрикада ұзақ жылдар бойы қызмет жасайды. Бүгінде көп балалы кәсіпкер ананың қолынан шыққан түрлі бұйымдарды аралдық ағайын жоғары бағалап, өңірдің бірнеше аймағынан тапсырыстар қабылдауда. Өзімнің жасаған жұмыстарым Арал қаласынан болам. Арал қаласының қолөнеріменен осы ұлттық нақыштағы киімдерменен қамтамасыз етіп отырған адаммын. Қазірдің өзінде көптеген клиенттерім бар. Әлеуметтік желі арқылы келіп жатқан, басқа қалалардан келіп жатқан клиенттерім бар. Инстаграм арқылы келіп жатыр. Қаланың ішінде де білетін кісілер келіп, осындай жұмыстарыменен танысып, қыздарына жасау жасатып, көрпелерін жөндетіп, сөйтіп жатыр. Балаларым көмектеседі. Балаларым анау майда-шүйде жұмыстарыма көмектеседі. Сосын қалғандарын өзім істеймін. Кейде өзімнің ауыл жақтағы жұмысқа алып кісілерге көмектестіріп, олардың ақшасын төлеп сондай жағдайлар жасаймыз. Енді жұмыс көбейіп кеткен кездерде. Бірақ енді в основном өзім жасаймын. Семьяменен үйдегі жұмыстарды өзім жасаймыз. Шикізатты біз Түркістан, Шымкент қалаларынан заказбен алдырамыз. Мынау маталарды, нелерді алдырамыз. Қызылорда қаласынан алдырамыз. Мата қай жерде арзан, сол жерден алдырып жасай береміз. Біздің Арал қаласында бұндай қолөнермен айналысатын кісілер өте көп. Бірақ осы қазір фестивальге бізге 4 адам келіп тұрмыз. Шебер аналар бас қосқан жәрмеңкеде 67 жастағы сырдариялық Ұлбосын Бекмағамбетованың туындылары да назарға ұсынылды. Өмірінің 40 жылын білім саласына арнаған қолөнерші зейнетке шыққан соң ұлттық нақыштағы түрлі бұйымдарды жасап, оны кәсіпке айналдырып үлгерген. Таяуда Астана қаласындағы президент мұражайында өткен Тақия Фест өнерлі аналар республикалық фестивалінде сыр елінен қатысып, жүлдеге ие болды. 10 саусағынан өнері тамған хас шебер бүгінгі көрмеге сол бұйымдарын әкеліп, қала тұрғындарына ұсынды. Жақында осы қолөнер шеберлері Астана қаласында 500 қолөнер шебері қатысқан Тақия Фест деген фестивальге барып келдік. Бұл жерде 30 қолөнер шебері бар. Сол 30 қолөнер шебері сол жақта біз көрсетіп, жалғыз өзіміздің бұйымдарды емес, бүкіл Қазақстанның барлық өңірлерінен келген қолөнер шеберлерінің жұмыстарын көрдік, тәжірибе алмастық. Мен өзім өмір бойы ұстаздық еттім, 40 жылдай ұстаз болдым. Ал қазір құрметті демалыстамын. Бірақ осы зейнеткерлікке отырсам да, өзімнен кейін ұрпаққа осындай қолөнерді дәріптеп, үйрету мақсатында осы қолөнер жұмысымен айналысып келемін. Біздің қазақ халқының салт дәстүрі, оның байлығы осы қолөнер ғой. Сондықтан біз заманауи түрде жаңғыртып, қайтадан халыққа беруіміз керек. Мына жерде тақия. Қазір осы тақияны біздің кішкентай қыздарымыз киіп, қазір мода десек те болады. Сол бәрі қызығушылықпен киеді, тақия бар. Ал мына жерде әшейін кішкентай ғана болса да, кәдесі үйге қонақтар келген кезде кішкентай балаларына неге бермеске? Бұнда да біздің қазақ халқының оюы әдемі осы безендірілген. Осының ішіне тәттілерін салып беріп атсаң, кішкентай балаларымыз қызығады. Сыр елінің қолөнер аналарын басын қосып, сол кісілердің қолынан шыққан заттардың жәрмеңкесін өткізіп жатырмыз. Біздің Қызылорда облысының аналары отбасында отырса да, бала тәрбиесімен айналысса да, құр отырмай, өздерінің қолынан келгенше еңбек жасап отыр. Бұл кісілердің көпшілігі көп балалы аналар, алтын күміс алқаның иелері. Алды қыздарымыздың, аналарымыздың алды 30-да болса, үлкендері 70-ке жақындап қалған аналар. Олардың
жасап жатқан еңбектерін біз бағалауымыз керек. Себебі біріншіден олар өз қолдарына өздері жұмыс тауып, мынау үкіметке, басшылыққа ешқандай талап қоймай, масылдық жасамай. Жалпы біз есепке алып көргенде Қызылорда облысы бойынша біздің есебімізбен 100-ге жуық аналар бар екен. Отбасында отырып, осындай қолөнермен айналысатын. Шара барысында қатысушылар дефиле ұйымдастырып, өзара сайысқа түсті. 5 сағатқа созылған жәрмеңкеде қала тұрғындары өздеріне ұнаған бұйымдарды қолжетімді бағада сатып алса, үздік қолөнершілер ұйымдастырушылар тарапынан алысқа бөленді. Қызылорда облысы бойынша әйелдер күші альянсы мұндай бастаманы алдағы уақытта да кең көлемде өткізбек ниетте.